Достар, менің каналыма тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. 88-ші сабақ. Бірінші тапсырма. Көбейтуді қосумен албастырып, көбейтінділердің мәнін есепте дейді. Мінеке 1 көбейту 3, 1 көбейту 3 дегеніміз 1-ді 3 рет қосамыз, е? 1, 2, 3 рет қоссақ 3-ке тең болады. 3 көбейту 1, 3 көбейту 1-ді ол ешқандай қосынды түрін жазамаймыз, сондықтан 1-ден 3 деп жазамыз. 2 көбейту 1-ді де ешқандай қосындымен алмастыра алмаймыз, 1-ден 2 деп жауабын жазамыз. 1 көбейту 2 дегеніміз 1-де 2 рет қосамыз, менге 2 рет қостық, 2 деп жауабын жазамыз. 34 көбейту 1 дегеніміз 34 көбейту 1-де ешқандай қосынымен алмастыра алмаймыз, сол себептен 1-ден 34 деп жауабын жаздық. 1 көбейту 7 дегеніміз 1-де 7 рет қосамыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, жауабы 7-ге тең. Енді қараңыздар, қай көбейтінді қосумен алмастыруға болмайды, неліктен дейді. Бұл жерде қай көбейтінді қосумен алмастыруға болмайды, мұнаны қосындымен алмастыра алмаймыз, жаңа айтып кеткендей. Мұна көбейтінді қосындымен алмастыра алмаймыз, және мұна көбейтіндіні қосындымен алмастыра алмаймыз. Қосындымен алмастыра алмайтын себебіміз кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Сол себепті оларды қосындымен алмастыруға келмейді. Мына жерде ережеде жазды, санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Мысалы, а көбейту 1 тең а, мұндағы а кез келген сан дейді. Мінеке, бірінші тапсырманы осылай орындаймыз. Және мына ережені жаттап алыңыздар. Келесі екінші көбейтінділердің мәнін есепте. 26 көбейту 1 тең 26-ға. 1 көбейту жақшан ішінде 17 қосу 31, 17 қосу 34, 17-ге 34-ті қосақ 51 шығады, 1-де 51-ге көбейтсек 51 шығады. Келесі бізде 40 азайту 24, жақшан ішінде көбейту 1, 40-тан 24 азайтсақ 16 шығады, 16-ны 1-ге көбейтсек 16-ның өзі шығады. 1 көбейту 37 қосу 3. 37-ні 3-ке қоссақ 40, 40-ті 1-ге көбейтсек 40 шығады. 28 көбейту жақшан ішіне 14 азайту 13. 14-тен 13 азайтсақ 1, 28-ді 1-ге көбейтсек 28 шығады. 25 азайту 24 1-ге тең, оны 13-ке көбейтсек 13-ні өзі шығады. Мінеке екінші тапсырманы осылай орындаймыз. Екінші тапсырма қалып қойған санды тап дейді. Мінеке 1 көбейту 3 тең 3. Және 3-ті 1-ге бөлсек, бұл жерде 3 шығады. Қалып қойған сан бізде 3 болады. Яғни, санды 1-ге бөлгенде сол санның өзі шығады. Мына ереже тұр. Санды 1-ге бөлгенде сол санның өзі шығады. А бөлінген 1 тең а, мұндағы а кез келген сан. Осыны ұмытпаңыздар. Төртінші тапсырма өрнектердің мәнін тап дейді. Мінеке. 7-ні 1-ге көбейтсек 7 шығады, 6-ны 1-ге бөлсек 6 шығады. 35 азайту 13 22, 22-ні 1-ге көбейтсек 22 шығады. 64-тен 60-ты азайтсақ 4 шығады, 4-ті 1-ге бөлсек 4 шығады. 97-ні 1-ге бөлсек 97 шығады. 0-ді 1-ге көбейтсек, қоссақ 1, 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады. 19-дан 18 азайтсақ 1, 83-ті 1-ге бөлсек 83. 29-ға 19-ды қоссақ 48, 48-ді 1-ге көбейтсек 48 шығады. Төртінші тапсырманы осылай орындаймыз. Төртінші тапсырма мәндері бірдей әріпті өрнектер жыбын жаз дейді. 9 көбейту 2, бұл жерде мәні бірдей болады мұна өрнекпен. Өйткені 8 қосы 1 9-ға тең, 9 көбейту x шығады бұл жерде де. Мінеке жазып қойдық. Келесі x көбейту 7 тең болады. Бізде 7 азайту 0 көбейту x пен. Өткен 7-тен 0 азайтсақ 7, олда да 7x шығады. Келесі мұна жерде 45 азайты 44-те 1 шығады. 1-ді мысалы x-ке көбейтсек, сол санның өз шығады, x шығады. Және мұна жерде x бөлінген 1, ол жерде де x шығады. Сондықтан олар да өз ара тең. 5-ші тапсырманы осылай орындаймыз. 6-шы тапсырма есепті шығар. Ат спорты жарыстарына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты?
Топ саны 4, әр топта 9, барлығы сызықша сұрақ белгісі. Шешуі барлығын табу үшін 4-ке 9-ды көбейтеміз. 4-ке 9 көбейтсек 36 шығады. Жауабы барлығы 36 болады. Мінеке 6-шы тапсырма. 7-ші тапсырма сантиметрмен өрнектеп шығар дейді. 6 дециметр 3 сантиметр, қосу 2 дециметр 8 сантиметр. 1 сантиметрде, кешірім сұрайын, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Демек, мынау 63 сантиметр болады, мынау 28 сантиметр болады. 63-ке 28 қоссақ 91 сантиметр болады. Келесі 84 сантиметр азайту 5 дециметр 7 сантиметр. 5 дециметр 7 сантиметр дегеніміз 57 сантиметр. 84 сантиметрден 57 сантиметрді азайтсақ 27 сантиметр шығады. 3 дециметр 6 сантиметр бөлу 1. Бұл дегеніміз 36 сантиметр. 36 сантиметрді бірге бөлсек 36 сантиметрдің өзі шығады. 5 дециметр көбейту 2, ол яғни 50 сантиметр көбейту 2 деген сөз. 50 сантиметрді 2 көбейтсек 100 сантиметр шығады. 7-ші тапсырманы орындалуы. 8-ші тапсырма теңдіктер құр дейді. 56 және 55 сандарын айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең. 56 мен 55 сандарын айырмасы 13 және 13-тің көбейтіндісі 13-ке тең. Яғни 56-тан 55-ті азайтсақ 1 шығады, 1-ді 13-ке көбейтсек 13-тің өзі шығады. Мінекей асы осылай орындалады. Келесі 16 мен 15 сандарын айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. 4 есе арттырса деген 4-ке көбейтсе деген сөз. 16-дан 15-ті азайтсақ 1 шығады, 1-ді 4-ке көбейтсек 4-тің өзі шығады. Яғни 8-ші тапсырманы осылай орындаймыз. 9-ші тапсырма асы. 18 көбейту жақшан үшінде 87 азайту 86. Одан азайтсақ 1 шығады, 1-ді 18-ге көбейтсек 18 шығады. Келесі 1 көбейту жақшан үшінде 100 азайту 14. Одан 100-ден 14 азайтсақ 86 шығады, 1-ге 86-ны көбейтсек 86-ның өзі шығады. Және 25 қосу 19 бөлу 1. 25-ге 19-ды қоссақ 44, 44-ді 1-ге бөлсек 44 шығады. Келесі салыстыру 1 көбейту 37 бізде 37-ге тең, 1 қосу 37, 38-ге тең. Сондықтан мынау 10 жағы үлкен болады. Және 9 бөлу 1 9-ға тең, 16-тан 7-ні азайтсақ 9-ға тең, екеуі тең шығады. Келесі бұдан бұны азайтсақ 0 шығады, мына жақта 1, сондықтан 10 жағы үлкен. 9-шы тапсырманы осылай орындаймыз. Соңғы тапсырма бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, әлде көбейтіндісінің мәні артық па дейді. Онда салыстырып шығамыз. 1-ге 10-ды көбейтумен 1 қосу 10-ды салыстырамыз. 1-ге 10-ды көбейтсек 10 шығады, 1-ге 10-ды қоссақ 11 шығады. Сол себепті мынау 10 жағы үлкен. 1-ді 30-ға көбейтсек 30 шығады, 1-ді 30-ға қоссақ 31 шығады, мына жағы үлкен. 1-ді 40-қа көбейтсек 40, 1-ді 41-ге қоссақ 41 шығады, мына жағы үлкен. 1-ді 60-қа көбейтсек 60 шығады, 1-ді 60-қа қоссақ 61 шығады, мына жағы үлкен. 1-ді 70-ге көбейтсек 70 шығады, 1-ді 70-ге қоссақ 71 шығады, мына жағы үлкен. 1-ді 90-ға көбейтсек 90 шығады, 1-ді 90-ға қоссақ 91 шығады, мына жағы үлкен. Достар, менің видеомда қандай да бір пайдалы ақпарат болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.